Мен Абишева Рыскүл Қошығұлына, заң ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор, болашақ халықаралық бағдарламасының түлегімін, сондай-ақ Есен университетінің түлегімін. Бүгінгі таңда бизнес және құқық факультетінің деканы қызметін атқарудамын. Факультетіміздің қалыптасу тарихы сонау 1992 жылдардан басталады, яғни алғашқы тарихи іргетасы атом энергетика факультетінің негізінде қалыптасқан. Кейін 2001 жылы экономика және менеджмент кафедрасымен Ақтау қаласындағы Қазақ академиясының филиалының қосылуы нәтижесінде экономика және құқық факультеті қалыптасып, кейін 2019 жылы заманауи тұрғыда жаңғырып бизнес және құқық факультеті болып өзгертілген болатын. Бүгінгі таңда біздің факультеттің деңгейінде бакалавриаттық негізде 11 білім беру бағдарламасы, магистратура деңгейінде 9 білім беру бағдарламасы және докторантура деңгейінде 3 білім беру бағдарламасы бойынша 1135-тен астам білім алушы оқып жатыр. Және факультетімізде қазіргі таңда 67-ден астам профессорлық оқытушылық құрам қызмет атқарады. Факультеттің ең үлкен жетістіктері әрине оның еңбек нәтижесімен байланысты болып келеді. Бірінші кезекте біз түлектеріміздің жетістіктері арқылы мақтанамыз. Сонымен қатар профессорлық оқытушылық құрамның ғылыми гранттардағы жетістіктері, ғылыми стипендияларды, халықаралық деңгейдегі стипендияларды ұтып алумен қатар, білім берушілеріміздің халықаралық республикалық деңгейдегі олимпиадалық білім беру салаларындағы жетістіктерін атап айтып мақтануымызға болады. Факультетіміздің басты ерекшелігін мен бірінші кезекте осы кадрлық даярлаудың байланыстырғым келеді. Өйткені қазіргі таңда бізде қызмет атқарып жүрген профессорлық оқытушылық құрамның 80%-ға жуығы осы өзіміздің факультеттен білім алып шыққан кадрлар, мамандар деп айтар едім. Демек, факультетіміздегі білім алған кадрлар тек қана өңірдің ғана кадрлық қалыптасуымен ғана емес, сондай-ақ факультетіміздің тарихи тұрғыдан қалыптасуында қызмет етіп келе жатыр. Қазіргі таңдағы қоғам, жалпы жоғарғы білім беру саласындағы үлкен бетбұрыстардың қатарында дуалды білім беруді жолға қою мәселесі жүзеге асырылады. Осы орайда жаңа айтып кеткендей, бакалавриат деңгейінде жүзеге асырылатын 11 білім беру бағдарламасы тұтастай осы толықтай дуалдық білім беру негізінде, негізгі біздің стейкхолдерлар арқылы және жұмыс берушілеріміздің базаларында, өндірістік орындарда шынайы өндірістік процестер мен бизнес процестерді қатар алып жүру негізінде өздерінің дағдыларын қалыптастыруда. Мектеп бітіруші жас түлек, егер сен өзіңнің ертеңгі болашағыңның негізін бүгіннен бастап қалаймын десең, және қазіргі қоғам талабына сәйкес бола аламын дейтін болсаң, және бәсекеге қабілетті маман ретінде еңбек нарығында өз орныңды табамын десең, Есен университетінің есігі сен үшін әрдайым ашық. Және осы жолда жетістіктер мен жеңістерге жету үшін бизнес және құқық факультеті сені әрдайым қолдаймыз.